Сәлем достар. Бүгінгі видеода әлемдегі ең сирек кездесетін және керемет көрінетін қымбат тұлпарлар туралы айтатын боламыз. Асыл тұқымды жылқылар өте қымбат әрі бағалы. Олардың келбеті керемет және қол тұқымдары өте үлкен бағада сатылады. Әлемдегі ең қымбат тұлпар бірнеше жүздеген миллионмен бағаланады. Осындай қызықты видеоларды өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыз. Фриз тұқымы қазіргі кезде ең әдемі және таңғаларлық тұқымдардың бірі болып саналады. Оның туған жері Голландиядағы Фризбенд провинциясы болып табылады. Бұл тұқымның ұзын әрі қалың жалы бар және оның құйрығы өмір бойы кеспей өсіреді. Жалы жүгіргенде өте әдемі және әсерлі көрінеді. Осы тұрғыда олар адамның қолында өсетіндігі өте жақсы, себебі ондай ұзын жалмен өмір сүру өте қиын болар еді. Себебі ол күтімді қажет етеді. Ол аяққа оратылып ыңғайсыз жағдай туғызады. Бұйра жалды, күшті бұлшықетті, атлас сияқты жарқырап тұратын терілі тұқымдарды көбінесе кино әлемінде, спортта, тіпті патша әулетінің арбасын тасымалдауға қолданылады және олармен фотосессия жасағанды өте жақсы көреді, себебі олар ертегідегі атқа ұқсайды. Ол тұқымның сұлулығына қарап қара інжу деп атайды. Расында асыл, қымбат зергерлік бұйым сияқты. Фриз тұқымының жылқыларының бағасы $10,000 басталады және одан да қымбат бағалануы мүмкін. Бәрі тұқымына байланысты. Айтпақшы, тағы да бір қызықты факт, ұлы Фридрих атты жылқының өз парақшасы бар және онда 15,000-нан астам көрермені бар. Араб жылқылары туралы барлығымыз естіген болармыз. Олар қымбат және көне тұқым болып табылады. Оны 4-5 ғасырларда Араб түбегінде шөлдің қатал жағдайында бедуиндер өсірген. Аттар арықтау келген денесімен және өзінің керемет денсаулығымен, төзімділігімен көзге көрінген. Бойы ұзын болмаса да шөлді жерде 150 шақырым жерден ірі денелі адамды көтеріп келе алады. Шөлді жердегі бұл жолды елестетіп көріңізші. Мұндай жануарлардың бағасы қанша деп ойлайсыз? Әлемде араб тұқымдары көп емес, бар жоғы 1000 басқана. Сол себепті олар өте қымбат бағаланады және көбінесе қара түсті жылқылар қымбат болып саналады. Асыл тұқымды жылқылардың бағасы $1 миллион дейін жетуі мүмкін. Тағы да бір қызықты факт айта кететін болсам, ең қымбат араб тұқымы Прадрах деген тұлпар $11 миллион сатылған. Баға қандай? Бұл тұқымды көргенде осындай сұрақ миымызға келеді. Марварлық тұқымдардың құлақтары ішке қарай иілген. Осыған байланысты олардың құлақтары өте жақсы естиді. Бұл тұқымдар өзінің қожайынына өте адал келеді. Бұрынғы заманда осы тұқымды Индияның армиясына қолданған болатын. Қазіргі заманда оларды әртүрлі мерекелерге және цирк бағдарламаларына қолданылады. 20 ғасырда оларды соғысқа пайдаланғандықтан қазіргі таңда бұл тұқымның жойылу қаупі өте жоғары. Сол себепті оны елден шығаруға тыйым салынған. Сондықтан бұл тұқымды сатып алу оңайға соқпайды және бағасы да өте жоғары болады. Жоғарыда айтылған фриз аттарына өте жақсы бәсекелес табылды. Ол Ирландияда өмір сүреді. Седан тұқымы өте жас және дүние жүзіне тез танылып келе жатқан жылқы болып саналады. Қазіргі таңда ол әлемдегі ең әдемі және ең қымбат тұқымдардың ішіне кіреді. Бұл тұқымды әртүрлі жарыстарға қатыстырады. Бұлардың бағасы $10,000-дан $25,000 дейін жетеді. Бұл тұқым туралы қызықты факт айтатын болсам, оның шыдамды әрі мықты болып қалыптасуына сығандардың зор ықпалы тиген. Сындардың көшпелі өмір салтының арқасында бұл жылқылар қарапайым және төзімді болып келеді. Бірақ сонымен бірге момын мінезімен де ерекшеленеді. Әлемдегі тағы бір ерекше тұқым ол екі түсті жылқы, яғни пентабион тұқымы. Өмірдегі ең жас жылқылардың бірі. Ол 1992 жылы мойындалған және олар алдында айтып кеткен ең төзімді араб жылқыларының ұрпақтары болып саналады. Осы жылқылардың денесіндегі түстер 50-50 қатынасында болуымен бағаланады. Пентабион тұқымы өте сирек кездеседі. Әлемде 300 ғана түрі кездеседі. Бұл себепті де бағасы өте қымбат болып келеді. Халтикен тұқымы ең көне тұқымдардың бірі. Түркменстанда кездеседі. Бұл тұқымды бір рет көрген кезде басқа тұқымдардан тез ажыратып аласың.
денесінде бірде-бір майы жоқ, жібек жүні және жұқа терісімен ерекшеленеді. Олар өздерінің жылдамдығы мен шыдамдылығымен аса қатты бағаланады. Тамақ пен суда аса қажет етпейді. Ең бағалы тұқымы ақ түсті жылқы болып саналады. Ол 2,5% ғана өмірге келуі мүмкін. Ол өте әдемі және күнге шыққан кезде алтын түске өзгереді. Сол себептен патша әулетіне лайықты ат болып саналады. Бұл тұқымның бағасы 2-3 миллион долларға жетеді. Алтикен тұқымы иесіне сәттілік алып келеді деп айтып жатады. Сәттілікті білмеймін, бірақ шығын алып келетіні сөзсіз. Бүгінгі таңда бұл тұқым жойылып кету қаупі өте жоғары. Себебі әлемде 200 ғана түрі қалған. Бұл жылқының сырт келбеті кімді болса да таңғалдырады. Мінезі жұмсақ және қолға тез үйретіледі. Сарая өте сирек кездесетін жылқы тұқымы. 1920 жылы Португалиядағы Сор және Рая өзендері арасындағы батпақты жазықтардан зоолог Руи Данраде бір тобыр жабайы жылқыны кездестірді. Сарая деген атау осыдан пайда болған. Қазіргі таңда бұл тұқымның жойылып кету қаупі өте жоғары. 200 ғана түрі қалған. 101 далматинец мультфильміндегі қара дақтары бар өте әдемі далматинецтерді барлығымыз танитын шығармыз. Иттердің не қатысы бар деп сұрасаңыз, өмірде далматинец жылқысы да бар екен. Әзілсіз, бұл аттар Данияда пайда болған. Оның ата-бабалары испандық тұқымдар болған. Олардың жүні ақ түсті және денесін бірдей қоңыр немесе қара дақтар басқан. Бір-біріне ұқсайтын түрлері мүлдем кездеспейді. Жіңішке, қара белгілері бар құлақтар, жотаның бойында қара жолақ және аяғындағы көлденең зебра тәрізді жолақтар. Бұл кішкентай ат осылай көрінеді. Бұл тұқым өте төзімділігімен ерекшеленеді. Олар өте суық ауа райына тез бейімделеді және қолға тез үйретіледі. Құлындары өте қымбат бағаланады. Оны сатып алу арзан емес. 20 мың, 30 мың доллардан басталады. Және ары қарай өсіру де өте көп шығынды талап етеді. Қазіргі таңда сирек кездесетін болып табылады. Оны кездестіру өте қиын. Бұл жұмсақ ойыншық емес. Бұл нағыз бұйра жүнді жылқы. Сіз дұрыс естідіңіз. Бұйра шашты жылқы алғаш 1898 жылы ақш-та табылған. Бірақ қазіргі күнге дейін ғалымдарға олардың қайдан пайда болғаны және жүнінің неге бұйра екендігі өте қызық. Бірақ ештеңеге қарамастан фермерлердің арқасында бұл тұқымды ақш-тың барлық территориясынан көруге болады. Өзінің қалың және жұмсақ жүнінің арқасында олар 40 градус суыққа дейін шыдай алады. Олар өте мейірімді және еңбекқор болып келеді. Бұл жылқыны көргенде кез келген адамның көңіл күйі сөзсіз көтеріледі. Келесі кезекте ағылшындық таза қанды жылқы. Бұл мықты және әдемі жылқы бірнеше ғасырлардан бері арнайы ат жарысы үшін өсіріледі. Әлемдегі ең тез жылқы болып саналады және оның жылдамдығы сағатына 60 км. Сырт келбеті өте тартымды, бойлары ұзын, қолға жақсы үйретіледі. Жылқылардың бағасы 10 миллион долларға дейін жетеді. Осындай бағаға сатып алатын адамдар бар екен. Қызықты факт айтатын болсам, өмірдегі ең қымбат жылқы осы тұқымның Френке жылқысы болған. Оны 200 мың долларға бағалаған. Оның иесі Сауд Арабиясының ханзадасы Халид Абдулла. Ал сіз жылқыларды жақсы көресіз бе? Жақсы көретін болсаңыз, лайк басып және бұл видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. 1983 жылы Шарит Дансер атты американдық жылқы аукционда 40 миллион долларға сатылған болатын. Ол Сауд Арабиясының шейхына сатылды. Айта кететін жайт, жылқылар тек қозғалыс құралы емес, капиталдық қосымша болып табылады. Пусаичи Пегас атты жылқы 1997 жылы япондық Пусаусики Гучиға 4 миллион долларға сатылған болатын. 3 жылдан кейін қамтамасыз етілген ирландық адамға 60 миллион долларға сатылған болатын. Егер сіз осындай қызықты видеоларды жиі көргіңіз